Бисмиллах деп бүгін сіздермен пиццериядағы пиццаның оригинал рецептісімен бөлісемін қыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Пиццаларыңыз осындай керемет болып шығады пиццериядағыдай. Мен бұл рецепті шеф-повардан алғанмын. Сіздерге де дәл осы рецептпен сол үшін жасап көруге кеңес беремін. 100% сенімді рецепт. Алдымен еленген ұнның үстінен дрож, тоз, қант, сұйық май, жылы сүт, жылы су барлығын құйып аламыз қыздар. Одан соң барлығының басын біріктіріп қамыр илейміз. Қыздар, мұнда сіздерге дрож көп болып көрінуі мүмкін, бірақ көп емес. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, күшті болып шығады. Міне осындай шамалы қаттылау қамыр болады. Бетін жауып көтерілуге қоямыз. Көтерілгеннен соң теңдей 3 немесе 4 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Осылай көтеріледі қамырларыңыз. Мен кішілеу болсын деп 4 бөлікке бөліп алдым. Оқтаудың көмегімен осылай ұн сеуіп отырып 2 мм қалыңдықта жайып аламыз. Қатты қалың болуы қажеті жоқ. Дәл осылай әдемілеп шығартып жайып аламыз. Біздің пиццамыздың қамыры осындай жұқалау болып шығады. Міне видеода көрсетілгендей дәл осылай әдемілеп жайып аламыз. Қалыңдығы осындай. Шетін қайырып осылай өріп шықтым әдемі көрінісінде. Сіздер қайырмасаңыздар да болады. Қайырсаңыздар дәл осылай басып отырып өріп шығамыз видеода көрсетілгендей. Сол үшін өзіміздің фирменный үнемі қолданатын кетчуп майонезімізді араластырып қасықпен осылай шеттеріне дейін тигізіп әдемілеп шағып шықтым. Ал енді үкіштен өткізілген сырымызды осылай сеуіп шығамыз. Сырдан сіздерге сапалы, қымбаттау сыр қолдануға кеңес беремін. Себебі созылғанда да пиццаларыңыз әдемі шығу үшін. Егер пиццаңыздың пиццериядағыдай керемет болып шыққанын қаласаңыздар, міндетті түрде колбасаны өте жұқа етіп кесіп қойып шығыңыздар. Себебі пиццерияға барсаңыздар, колбасалар өте жұқа, биттің қабығындай ғана болып тұрады ғой. Сондықтан жұқалап кесуге, турауға, қоюға кеңес беремін. Дәл осылай алдымен сырды сеуіп, үстінен колбасасын қоямыз. Салмасына кез келген затты қолдануларыңызға болады қыздар. Мен бір пиццамды пицца пепперони, екіншісін маргарита етіп осылай жасап шықтым. Міне қыздар, менің пиццам дайын. Сіздермен болған Жанар осындай керемет пицца болып шықты. Жасап жеп көрсеңіздер өкінбейсіздер деген ойдамын.